Ал балалар, бүгінгі тақырыбымыз, сабағымыздың тақырыбы тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің пайдасы. Сабағымыздың оқу мақсаты ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану. Енді бүгінгі сабағымызды түсіну үшін біраз сұрақтарға жауап берейік. Сен маған, мен саған әдісі бойынша. Бірінші сұрақ, жердегі қауіпті қалдықтар туралы не білесіңдер? Мұхадим жауап бере ғой. Жердегі қауіпті қалдықтар адамдарға зиян береді. Жерде оны тастасаң 200 жыл шірейді. Шірейді. Оны тастамау керек. Пластиктер мен алюминий баклажкалар ол 500 мен 1000 жыл тұрады шірімей. Темір қалдықтары 200 жыл тұрады. Ал целлофан қалдықтар, пластик қалдықтар неше жыл тұрады дедік? 500 жыл. 200 жылдан 5 жылға шейін тұрады екен. Келесі сұрақ, қалдықтарды экологияға тигізетін зияны жөнінде не айтар едіңдер? Назли жауап беруге. Қоршаған ортаның тұрмыстық қалдықтармен ластануы адамға су, ауа, қоқыспен уланған топыраққа өскен өсімдік текті тағам арқылы әсер етеді. Топыраққа түскен химиялық қосылыстар жиналып, оның химиялық және физикалық қасиеттерін біртіндеп өзгеруіне әкеледі. Сөйтіп жерді, топырақты құнарсыздандырады және жердің жоғарғы қабатындағы суға әсер етеді. Өсімдіктерге, тірі организмдерге, жәндіктерге әсерін тигізеді. Өте тамаша. Келесі сұрақ. Жердегі қауіпті қалдықтар неліктен көбейіп отыр? Оля? Себебі адамдар табиғатқа көрсетпендік қоршаған ортамыз ластануда. Қоршаған ортаны адамдар көп ластауда, және қазіргі таңда кім толықтырады? Өндіріс орындары өте көбейіп жатыр, өндірістен шығатын қалдықтар өте көп. Жарайсың. Келесі сұрақ, қалдықтарды сұрыптап, қайта өңдеп, пайдаға асыруға бола ма? Қандақ жауап бере ғой. Қалдықтармен көкөністі инновациялық тәсілдерге керекке жаратуға болады. Қазба байлығынан тапқан табысымен бірде табыс табуға болады. Өте дұрыс айтасың. Қалдықтарды қайта сұрыптап, пайдаға асыруға болады екен. Оларды жаңа технологиямен қайта өңдеп, кәдімгі біз жерден пайда қалдықтарынан табатын пайдадан жоғары бірдей пайда табуға болады екен. Өте тамаша. Қандай үздік тәжірибелерді білеміз? Норвегияда жасалған жаңалықтар бұдан да жағымды. Норвегияда азық-түліктерді биологиялық пакеттерге орап береді. Ол адамдарға зиян емес. Одан да не көрінеді? Ол пакеттер тез ыдырап кетеді, өте тамаша. Тағы да Мұхадим жауап береді. Мексикада қоқысты өндіріп, одан үй жасадылар. Үй жаса, қоқыстан, пластмастан үй жасаған екен. Өте тамаша. Елхан жауап бере ғой. Осы қалдықтардан қайық жасап шығарған, сол қайық қорғанысы кезінде елді тұтпауға қызмет еткен. Өте тамаша, өте тамаша. Тағы да болдық бар. Келесі сұрақ. Біздің елімізде тұрмыстық қалдықтарды өңдеу үшін қандай шаралар жасалып жатыр? Кім жауап береді? Біздің елімізде Сергей жауап береді. Елімізде қалдықтардың 97% далада жатыр. Тек қана 3% өртеледі. Еліміз енді ғана қалдықтарды қайта өңдеуге келеді. Қайта өңдеуге іс-шаралар жасап жатыр. Өте тамаша. Мен толықтырып өтейін, қазіргі таңда біздің елімізде де осы тұрмыстық қалдықтарды өңдеу үшін әртүрлі бағдарламалар жасалып, жобалар жасалып, қазіргі таңда
Мысалы, біздің Қазақстанда 2019 жылдан бастап Жасыл бағдарламасы, Жасыл ел бағдарламасы жұмыс істеп жатыр. Бұл бағдарламалар бізді қоршаған ортаны ластаудан сақтайды және жаңағы қалдықтарды өңдеп, пайдалы заттар жасап шығару үшін өте қолайлы етеді. Екіншіден, халқымыздың экономикасына, жаңағы орта бизнес, шағын бизнестің қызметтерінің, жұмыстарының алдыға жүру үшін қолдау көрсетіліп жатыр екен. Өте тамаша балалар. Енді бүгінге сабағымызға байланысты жаңа сөздер оқимыз. Мұқадим оқи қойшы бірінші сөз. Әуе кеңістігі, воздушная среда. Оля. Сынақ, испытание. Сергей. Жабылды, закрылся. Алим. Зардапталды. Последствия. Ахайлхан. Dünya kezi. Дүниені кезу. Dünyаны kezi. Мотаться по свету. Назлым. Жасөспірім, подросток. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін үйде оқып келген мәтіннен мақсатына қайта бір оралайық. Ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану. Осы мақсатқа жету үшін тапсырма орындаймыз. Екінші тапсырма, үйден оқып келдіңдер, осы мәтіннен күрделі сөздерді тауып, жасалу жолын анықтайды. Бірінші топ. Екінші топ, осы мәтін бойынша қорытынды екі сөйлем құрайды. Ол сөйлемдерде күрделі сөздерді қолданады екенбіз. Енді күрделі сөздерді қолданбас бұрын маған анықтамасын айтыңдаршы, күрделі сөз дегеніміз не және олар қалай жасалушы еді? Назлы. Екі түрлі бар. Екі немесе одан да көп түрлі арқылы жасалады, белгілі бір мағына береді. Жасаймыз бірінші топ. Күрделі сөздерді анықтаймыз. Екінші топ, екі сөйлем құрады. Сөйлемдегі күрделі сөздер. Аламыз. Қысқарған жоқ. Біріккен сөз. Жасалу жолын айтамыз. Екі ғана сөзден қорытынды сөйлем. Тез. Сергей қандай сөйлем таптық? Бірінші топ. Бір сөз таптық. Айта береміз тапқан сөйлеміз. Күл-қоқыс қосарлану арқылы жасалған күрделі сөз. Дұрыс айтады. Күл-қоқыс деген күрделі сөз қосарлану арқылы жасалыпты. Келесі күрделі сөз. Қатты қалдықтар тіркесу арқылы жасалған күрделі сөз. Қатты қалдықтар тіркесу арқылы жасалған күрделі сөз. Ақш деген сөз бар еді. Ақш ол қысқару. Ақш деген сөз қысқару арқылы жасалған күрделі сөз екен. Өте тамаша. Екінші топ. Қорытынды сөйлем оқимыз. Назлы оқи қой сөйлемі. Бүкіл өркениетті Орнынан тұр да қаттырақ. бүкіл өркениетті әлем қоршаған ортасын қорғап, қасиетті қалың жұмыр жерді күл-қоқыстың қоймасында айналдырып алмау жолына жанталаса қарекет жасап жатыр. Күрделі сөз қане? Күрделі сөз күл-қоқыс қосарлану арқылы жасалған. Күл-қоқыс күрделі сөз қалай жасалған екен? Қосарлану арқылы жасалған. Тамаша, Илхан сөйлем.